Сәлеметсіздер ме достар, бірге небәрі 3 ингредиенттен тұратын жаңа жылдық тәтті шыршаны әзірлейік. Ол үшін қатпарлы қамырды жайып, 2-3 бұрышты кесіп аламыз. Арасына қалаған салмаңызды жақсаңыз болады. Мысалы, нутелланы, джемді немесе ірімшікті. Мен шоколад пен сары майды ерітіп, қатпарлы қамырдың үстіне жақтым. Енді қамырдың ортасына жеткізбей, осындай бірнеше сызықтарды кесіп шығамыз. Бұл біздің шыршаның бұтақтары. Оларды осылай 2 реттен ораймыз. Қамырдың бетін жұмыртқаның сарысымен жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут аралығында пісіреміз. Қалауыңыз бойынша безендірсеңіз болады. Бұл ең оңай әрі өте дәмді тәттілердің бірі. Астарыңыз дәмді болсын.